Al бәріміз сіген құсап шығырып жолаушылап кетіп баратымыз. Кудой жүрегім? Ашнетнетнім, Анелка, Касеротинім, ұйықтыстығым болады. Нағыздың шашын қазір. Как всегда, фирменный өреміз. Бежаем. Ал заттарымыз, багаждарымыз. Все, давай, ақ жола. Такси күтіп тұрмыз. Уже бір машинаға да сыймаймыз. Таң қалдырады ғой, как всегда. В общем, бізді мені күтіп алды. Мені? Қалай келдіңдер? Жандарым-ау, қалай келдіңдер? Все. Жол тарттық, 2 сағат жол екен. Бүгін күн ыстық, 45 градус. Яғни қазір жалпы Анталияда өте ыстық сезон. Август айы, яғни тамыз айы өте ыстық ай. Сәттілік, аман-есен жетіп алайық. Ал 2 сағат жол жүріп, міне Алания қаласына кетіп келе жатырмыз. Алания. Алара парк деген біздің жататын ЖК-мыз. Арафат деген жігіт күтіп алды бізді. Мынау ЖК-ның кіре берісі. Қараңыз. Тренажеркасы бар. Мынау кәдімгідей үй. Екта полностью. Мынау кіре беріс подъезі. Подъездеріміз. Енді біздің үйіміз 11-ші пәтер екен. Мынау аяқ киім салатын. Кіреберіс адамдардың аяқ киім салатын. Так, мынау кіреберісіміз. Ойбай, мынау кухня. Залмен бірге. Яғни кухнядан сосын міне балконға шығады. Бұларда как всегда террасы. Балконға шығады. Мына қызықты көрдіңдер ме? Анау тұрған машина Алматыдан келіп тұр, Қазақстанский машина. Міне мына дворлары. Пожалуйста. Енді не қайда? Спальня қайда? Неше спальня бар? Ну-ка. Ну, зал мен не вода, кухня, студия, да, типа? Да, видно. Так. С вашей спальни видно. Ну, детский спальни. Я говорю, детский. Ну, взрослый спальни, да. Так. Ну, спальнидан шығатын. Бағана кухнядан шығатын. Бәрі қосылады. Но басқа ЖК двордың үйі. Каждый ЖК-ның өзінің бассейні бар. Каждый ЖК-ның өзінің бассейні бар. Аквапарксы бар. И мынадай паркингісі бар. Мынау тауға қарап тұрмын. Так, енді көрейік тағы. Мені. Болды ма? 2 лақ спальня ма? Болды. Гостиная. Мынау. Санузлы. Когда жүрегім? Мынау біздің тұрып атқан ЖК Алара парк. Кілең қазақтар тұрады екен. Кіші мини Алматы деп айтады екен Алара паркты. Мынау дворлары. Кешке келіп жерде демалады. Және де мынау бассейндері. Осы двордағы бассейн. Қараңыздар.
Барлығы демалып жатыр бала шағалардың. Еще мини аквапарк істеп қойған ғой. Масқара емес пе? Мынадай инфраструктуралар бар. Бүйтіп көше аралап келе жатсам бүйтіп. Мынау біздің үй жоқ қой мен. Бүйтіп келе жатсам. Мына машинаны көрдім. Көзіме оттай басылды ғой қарсышы. Қазақстанский, алматинский машина. Машинамен қалай келген сонда? Через Грузия. Ну, қара. Действительно, Алания наш болып кетті. Действительно, Алания наш болып кетті. Evet, hepinize günaydın. Şimdi bize kahvaltı arkadaşlar. Tangasımız. Türkçe tangastı. Al, Alanya'dan Kemer'e geldik. Toyga 2 saat жүрдік ау деймін, 2 saat шығар. Бүгінгі тойымыз Rixos деген отель қонақ үйде болады. Rixos Sungate отель. Мынау Rixos'тың кіре берісі. Бір қуантарлық жай. Әлемнің қалаларының, астаналарының сағаты тұрды, уақыты. Және де біздің еліміздің елордасы Нұр-Сұлтан қаласының уақыты көрсетті. Берлин, Москва, Тегеран, Лондра, Анкара. Бұның өзі бір үлкен дәреже былай қарап. Toy iesi Aysunlu hanım. Merhaba güzelim hayatım. Bir tanem kutlu olsun. Salamazsın. Kazaklar Türkiye'de hoş. Türkiye'de de kişi gibi hatırlıyor Kazaklar. Vay Allah. 5'e şakırgan 6,5 oldu. Burada sadece. Gaz büyütse registrasyon değil. Cözük. Al қайырлы таң, Alanya Homes компаниясы бізді қазір осындай машинаменен семьямызды таңғы ас қалып бара жатыр. Аланияның бір керемет жері, Көктөбе сияқты жер дейді ғой. Барғасын көрсетемін. Күнемау, матошнишным жашнарат, атоғриным иртағат, витражаным жардивал, артаганым жирдалат. Күнемау. Бізді Лейла ханым таңғы ас қалып келді. Анёка, елігай. Мынадай Аланияның Көктөбе сияқты жері. Ең биікте тауда отырмыз. Керемет жер. Бұйыртса бүгін Аланияның барлық әдемі жерлерін көрсетеміз, қыр-сырларымен таныстырамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Afiyet olsun hepinize. Құрметті достар, қазақ елі міне жерорта теңіздің жағалауында. Alanya Homes. Alanya'дағы ең үлкен строительный компания. Ресепшені кіре берісі. Мынау жаңа проекттері. Мынау жеткен жетістіктері. Және Құран кітап.
Bu жерде офистер var. Проходите. Burada da ofis var. Alanya Homes. Mama oturup. Arası. Чай, кофе, капучино. Çay koy, çay koy. Vay, tek çay koy. Nice. Prezentasyonun neleri bu? Kabinetleri. Президент компании Нурибей. Здравствуйте. Здравствуйте. Memnun oldum tanıştığım için. Oh, Azerbaycan. Присаживайтесь. Компанияның директорына қонаққа келдік. Al, kutlu olsun Nureki. 17 лет стал. Это хорошо. Недавно тоже вот в Стамбуле снялся. Оғара қарпаш, бұлағара дойылы жүр. Міне жылдың аяғында басталатын проект Stella World деген 9 вилласы бар. Яғни вилла оғанда 5 этажды. Сосын ортасында 12 этажды мына үй бар. Қазір осыны барып көріп келеміз. Бұл жалпы Alanya Homes компаниясының ең үлкен проектісі осы жобасы. Яғни бұл 1 гектар жерге салынып жатыр. Ортасында бассейн бар, астында спа зонасы бар. Мына жақтарда бөлек үйлердің несі бар мынандай. Қалай өзінің бассейнімен және де садымен, өзінің орманымен, бассейндермен. Қазір соны. Ей, Alanya наш дейм, наш. Қойыңдаршы болды. Alanya наш дедік болды, наш. Құптан қашы. Міне. Халық осы орталықта демалып жүреді. Мынау пиратский катамарандары, кемелер, яхта. Abicim, bu tekneler krallık mı? Krallık tekneler? Nasıl kuralım? Yani şey. Öyle normal tekne türü. Normal. Өзім ше ана аренда ма деп сұрап едім, что-то түсінбей қалды. Кралик деп басқа бірдеңе айтып қойдым ау деймін. Міне кешкі Alanya. Yani akşama kadar Alanya. В общем, әйел адам базарға барса жүре алмайды. Түркияда да. Фруктовый базарға келдік. Иә, фруктовый базарға. Банан, мына жақта өздерінің. Мынаның барлығы өздері өсіреді. Кстати, Alanya айтпақшы, апельсиннің отаны деп атады. Түркиядағы апельсиннің отаны. Біздің Қызылорданың әңгелектеріне ұқсайды екен. Бізде сарғауын дейді ғой. Сиыр қауын дейтін бет баяғыда. Банандары. Өздерінің банандары. Merhabalar, kolay gelsin abicim. Күніне қанша табасың, брат? Давай. Бәрі керек қой да. Арендада ма екен, или өзінің бутигі ма екен? Өзінің бутигі ма? Онда жақсы табатын болып тұр ғой. Сосын мынадай овощной сататын жерлерде бұларда обязательно вареньелары болады. Варенье, компот, джем. Қанша табады екен, білмеймін, сол уайым болып тұр. Жалпы Alanya қаласы, бұл Түркияның оңтүстігінде орналасқан қала. Бұл жерде қысы плюс 20 екен. Жалпы қыс жоқ екен. Жазы 50 градусқа дейін барады. Осы июльдің ортасы мен августтың ортасына дейін. Қазір ыстық кез. Тып-тыныш, өзімен өмір сүріп жатқан қала. Бірақ бұл жерде қазір Украинадан келген, Россиядан келген беженстер көп екен. Соғысқа байланысты. Мынау әшейін дүкеннің алдындағы фонтан ғой. Әшейін дүкеннің алдындағы фонтан. Бізде бұндай фонтанды акимат салады ау деймін осы. Өздері дүкендері. Балконды қатты жақсы көреді бұлар. Балкон керек. Бізде болса балконда мусор жинаймыз, бұлар өздері шығып демалып отырады балконда. Ал қазір бұйыртса бала шағамызбен кемемен теңізге шығамыз. Да? Кемемен теңізге шығамыз ба? Вот, трасса типа какой? Елікон. Кашнари. Айнам көз.
Ташношнишнім жаташыран. Аржин отым жарғанан. Al bakalım. Ravazan. Семьямызбен үлкен кемеге шықтық. Міне кемемен қазір анау шеттерге барамыз. Суға түсеміз. Мына жер енді керемет. Титаниктегідей. Ay ne kadar çok güzel bunlar ya. Жалпы Аланияда 370 тауық тұрады дейді. Бірақ тауықтың айналасында қаланың 2 миллион тауық бар. Таудың етегінде орналасқан қала. Қазір бұйыртсаны жағаға тоқтап фотоға түсеміз. Тарихи жерлер бар ана жерде. Мына қақпа 11-12 ғасырда салынған екен. Бұйыртса. Аллаға шүкір. Осындай күнді көрсетуге. Кешегі башня ғой мен көрсеткен. Соның астында жүрміз.